көпшілік елдер, достарым болсын, туысқандарым болсын, YouTube үйренгісі келетін адамдар болсын, барлығы менен сұрайды, YouTube'дан қанша ақша таптыңыз деп. YouTube'дан міне осындай ақша табуға болады. Енді күнде ақшамен жұмыс істеп жүрген адамдар болса, саудамен күнде осындай ақша істеп жүрген адамдар болса, бұл жерде қанша ақша жатқанын көз мөлшермен ақ біледі деп ойлаймын. Бұндай ақша табу мүлдем қиын емес. Тек қана ерінбесеңіз, кішкене фантазияңыз қосып, YouTube каналын жүргізіп отырсаңыз, күнделікті видео салып отырсаңыз, болды. Сізге ақша өзі келеді. Және бұл жұмыстың бір жақсысы, сізге жасыңызға, возрастыңызға, орналасқан жеріңізге, қалаңызға, ауылыңызға қарамайды. Тек қана қолыңызда телефон болса, интернетіңіз болса болғаны, кез келген жерде отырып, осындай ақша таба бересіздер. Баршаңызға осындай ақша табу жұғысты болсын. Егер менің YouTube каналымда оқырман болсаңыз, сіздерге менің YouTube курсым жайлы ақпарат бере кетемін. Және де YouTube'дан ақша табуды үйренгілеріңіз келсе, маған хабарласыңыздар, баршаңызға үйретем. Баршамыз бай болайық, бақуатты болайық. Баршамызға осындай ақша табу жұғысты болсын. Міне көрдіңіздер, әзір ғана YouTube'дан қанша табыс табуға болатынын көрсетіп өттім. Енді осындай ақшамен жұмыс істеп жүрген адамдар болса, бұл жерде қанша соманың бар екенін былай көз мөлшермен ақ ойлап біледі деп ойлаймын. Ал енді YouTube'дан табыс табу қиын ба деген сұрақ келген маған. Жауап бере кетейін. Жоқ, мүлдем қиын емес. Күніне 10-15 минутыңызды арнасаңыз болды. Ең бастысы, міне деп бастап кетсеңіз болды. Мен бірақ айтпаймын, басай сап көп табыс табасыз деп айтпаймын. Бұл басында хобби ретінде бастап, көп айтады ғой, былай жұмысың таста, бірден кәсіп баста деп айтады. Олармен келіспеймін мен. Себебі ай сайын келіп тұратын табысыңыз азаймауы тиіс. Сондықтан жұмыс істеп жүрсеңіз, жұмысыңыз тастамаңыз. YouTube'ты хобби ретіңізде бастайсыз, одан кейін ол сізге қосымша табыс әкеле бастайды. Негізгі табысыңыз жұмыс болады, YouTube сізге қосымша табыс болады. YouTube'қа түсірген видеоңыз сапалы болып, көп видео салған сайын, подписчиктеріңіз көбейген сайын, оның табысы да артады. Жүре келе ол негізгі табыс көзіне айналады. Сол кезде жұмысыңыздан шығып, үйіңізде жатып ақша табуыңызға болады. Менің курстарым бар, үйренем десеңіздер, үйреніңіздер, түк қиындығы жоқ. Менің дайын видеоларым бар. Сол видеоларды көріп, дәлме-дәл қайталасаңыз болды. Одан қиналатын ештеңе жоқ. Мен қалай видеода көрсетем, дәл соны телефонмен немесе компьютермен істесеңіз болады. Қазір енді телефон мен компьютер бір болып кетті ғой. Тіпті телефонның өзі кейбір функциялары компьютердан жылдам жұмыс жасайды. Мысалы, көптеген блогерлер білем, күндіз видео камераға түсіреді, оны алып компьютерға жібереді, компьютерден ремонттап YouTube'қа салады. Оған енді көп уақыт кетеді. Ал қазір мына дамыған заманда қолыңызға сапалы бір телефон ұстап, сонымен түсірсеңіз болды. Сол телефонға түсіресіз, сонымен монтаж жасайсыз, YouTube'қа саласыз. Сол телефонға түсіресіз, сол телефонмен бірден де 5 минутқа жеткізбей монтаж жасайсыз да, соны YouTube'қа саласыз, болды. Сізден бар күтетін осы. Ал енді келген сұрақтарға жауап беріп болдым. Енді келесі кезек өздеріңізде сіздерден кері байланыс күтем. Егер хабарласып сөйлесем десеңіздер, номерім бәрі бар, осында тұр. Хабарласыңыздар, сұраңыздар, үйреніңіздер, көріңіздер, табыс табыңыздар, бай болыңыздар, табысты болыңыздар.